Ертеде пайғамбарымыз Алланың оған егілмен сәлем болсын, бір топ сахабалар қасына келіп: сіздерден бұрын Алланың бір құлы 500 жыл таудың үстінде Аллаға ғибадат етті. Таудың ұзындығы 30 кез еді. Теңіз оны әр тараптан орап тұратын. Алла тағала ол үшін тұщы сулы бұлақ ағызып қойған еді, және ол су таудың етегіне жайылатын еді. Және сол жерде анар ағашы бар еді. Ол ағаш күнде бір анар салатын. Түн өтсе, дәрет алғаннан кейін анарды жеп алып намаз оқитын. Ол Алладан өз жанын сәжде етіп тұрған уақытта алуды және жер мен құрт-құмырсқалар білмеуін сұрайтын. Алла тағала оның сұрағанын да істеді. Жебірейіл періште ол жайында: біз қашан оның алдынан өтсек, тауға шықсақ және түссек, оның сәждеде тұрғанын көрер едік. Біз оны ілімде таптық. Қияметте ол тірілді және Алланың құдіреті алдында тоқтады. Алла тағала: пендемді менің рахметімен жәннатқа кіргізіңдер деді. Пенде болса: жоқ, мені істеген амалмен кіргіз деді Аллаға. Алла тағала періштелерге оның амалдарын мен оған берген нығметтермен салыстырып есептеңдер деп айтты. Оған берілген көз нығметінің өзі 500 жылдық ғибадатты қамтып алды да дене нығметіне қарыз болып қалды. Алла тағала сонда: пендемді тозаққа кіргізіңдер деді. Сосын періштелер оны тозаққа алып бара жатыр еді. Пенде тұрып: ей Раббым, мені өз рахметіңмен жәннатқа кіргізші деді. Алла тағала оны қайтаруды берді. Ол Алла алдына келінді. Алла тағала: ей пендем, сен алдын ала жоқ дедің, сені кім жаратты? Пенде: сен жараттың. Бұл сенің амалың ба, әлде менің рахметім бе? Я Алла, сенің рахметің. Кім сені 500 жыл ғибадат етуіңе қарай қуаттандырды? Я Раббым, сен қуаттандырдың. Тауда саған түбі көрінбейтін суды кім шығарды? Ащы судан тұщы суды кім шығарды? Әр түн саған бір дана анарды кім шығарды? Сәждеде жаныңды алуды сұрадың, мен солай істедім. Бұларды кім істей алады? Сен, я Раббым. Алла тағала оған: бұлардың барлығы менің рахметім. Рахметімен жәннатқа кіргіземін. Пендемді рахметімен жәннатқа кіргізіңдер. Сен өте жақсы пенде болды.